Күнделікті супермаркеттер тауар сатып алуға келген адамдарға толы болады. Тауарлар ыңғайлы әрі әдемі қаптамалармен қапталады. Сатып алуға болатын күріш қапшықта, минералды су бөтелкеде, ал джем құтыларда сатылады. Қолға бәтеңке және шұлықтар сыңарымен, ал сусындар 6-6-дан қаптамада, жұмыртқалар арнайы қорапшаларда, ал баспа қағазы орамада сатылады. Жұп, бөтелкелер қаптамасы, жұмыртқа қорапшасы не баспа қағазының орамасындағы заттар санын көрсететін бірліктер сәйкесінше 2, 6, 12 және 500. Осы сияқты химиктерде нақты атомдардың не өзге бөлшектердің санын көрсететін арнайы бірлікті пайдаланады. Бұл бірлік моль деп аталады. Моль түсінігі атомдар мен молекулаларының микроәлемін және литр мен килограммдардың макроәлемін өзара байланыстырады. Бір мольде 602 секстиллион бөлшек бар. Бұл өте үлкен сан. Бір мольді құрайтын бөлшектер санын елестету үшін келесі мысалды келтіруге болады. Су жер бетінде өзендер, көлдер мен мұхиттар секілді су объектілері түрінде кездеседі және жер бетінің 10-7 бөлігін алып жатыр. Оның мөлшері 1,26 миллиард километр куб, яғни 1,26 көбейтілген 10-21 дәрежесі литр. Алайда бұл сан Авогадро санынан әлдеқайда аз. Авогадро саны литр суды алу үшін 478 жер ғаламшары қажет болар еді. Элементтің малярлық массасын анықтау үшін периодтық кестедегі оның атомдық массасын тауып, оны грамм бөлінген моль түрінде өрнектеу керек. Мысалы, темірдің атомдық массасы 55,85, сондықтан оның малярлық массасы 55,85 грамм бөлінген мольге тең. Химиялық қосылыстарды қарастыратын болсақ, малярлық масса қосылыстың молекулалық массасына тең болады, бірақ грамм бөлінген моль бірлігімен беріледі. Мысалы, аммиактың молекулалық массасы 17, яғни оның малярлық массасы 17 грамм бөлінген моль. Шыныдағы судың зат мөлшері қанша? Судың молекулалық массасы 18, яғни оның малярлық массасы 18 грамм бөлінген моль. Сәйкесінше, 180 грамм су судың 10 моль зат мөлшеріне сәйкес келеді. Бір қасық қанттың массасы 8,55 грамм. Қасықта неше моль қант бар? Қанттың салыстырмалы молекулалық массасы 342, яғни оның малярлық массасы 342 грамм бөлінген моль. Сәйкесінше қасықта бұл қосылыстың 0,25 молі бар. Күміс қасықтың массасы 30,2 грамм. Осындай бір қасықта неше моль күміс болады? Күмістің салыстырмалы атомдық массасы 107,9, яғни оның малярлық массасы 107,9 грамм бөлінген моль. Сәйкесінше күмістен жасалған қасықтағы күмістің зат мөлшері 0,128 мольге тең болады.